Ассаламу алейкум достар, сіздермен мен Нұрбол және де бұл Нәке ТВ арнасы. Ал бүгінгі видеода біз OBS Studio программасы және де YouTube'да қалай стрим жасауға болады, соны айтатын боламыз. Ендеше видеомызды бастайық. Ең алдымен OBS программасын осы видеоның описаниясына кіріп, сокращенный ссылкада OBS студиясын скачать етеміз. Описанияның астына өтіп ссылкаға басқаннан кейін антивирусникті өшіреміз, немесе Google антивирусны өшіреміз. 5 секунд күтеміз және де Яндекс.Дискқа кіріп скачать деген кнопканы басамыз. Ал OBS ашылды, енді не істейміз? Сіздерде ешқандай қорықпаймыз. OBS ашылғаннан кейін шетінде рабочий стол, игры деп тұрады. Игры ол ойындар түсіруге, ал рабочий стол экран. Рабочий столға өзіміздің кез келген атымызды қойсақ болады. Мен мысалға рабочий стол деп қоямын. Бұл жерде рабочий столдан басқа өте де көптеген заттар бар. Рабочий стол, захват экрана, ойын, браузер, окошко және тағы басқалары. Бізге ең бастысы қалай YouTube'да тікелей эфир жасауға болады. Тікелей эфир жасамастан бірінші настройкиге кіреміз. OBS-ке кіреміз, трансляция және де сервиста YouTube дегенді таңдаймыз. Сервиске осылай тұрады, ключ продуктіге қазір қай жерден алады, соны айтатын боламын. YouTube-қа кіреміз, YouTube-ға добавить видеоның астында начать трансляция деп тұрады, сол кнопканы басамыз. Начать трансляция басқаннан кейін ключ трансляцияда өзі код тұрады, осындай қара точкалар. Соны толықтай скопировать етеміз. Скопировать етіп алғаннан кейін YouTube'дағы алған ключті OBS-ке апарып, ключ потока деген жерге қоямыз. Ал осымен видеомыз аяқталды. Если видео ұнаса, лайкты аямай басамыз және де өз ойымызды комментарияға қалдырып кетеміз. Келесі видео не жайлы болсын. Видео өте қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған мен Нәке, сау болыңыздар.